Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қайталау сабағы 108-ші бет. Мақсаты табиғат құбылыстары бөлімі бойынша өткен тақырыптарды қайталау және пысықтау. Ребята, у нас сегодня урок повторения на странице 108. Сегодня повторим все пройденные материалы по разделу «Природные явления». Бүгін бізде өзіндік жұмыс, то есть у нас сегодня самостоятельная работа. Біз сіздермен халықтық болжамдар туралы білдік. Сондықтан бірінші тапсырма бос орындарға тиісті сөздерді қойып оқимыз. Ребята, мы с вами узнали и читали про народные прогнозы. Поэтому выполним первый тапсырма, где нужно дополнить предложение нужными словами и прочитать его. Келесі сіздермен табиғат құбылыстарының атауымен таныстық. Сондықтан үшінші тапсырма құбылыстардың атауын дәптерімізге жазамыз. Мы узнали название природных явлений с вами, поэтому в третьем тапсырма нужно записать название природных явлений по картинке в тетради. Келесі сіздермен заттарды санауды және жазуды үйрендік. Төртінші тапсырмада есептеп жалпы санын айтамыз. А также мы с вами научились считать и правильно писать числительные. В четвертом тапсырма вам нужно прочитать текст, решить задачу и устно проговорить общий счет. Голосовым сообщением отправляйте свои ответы учителю. Сонымен қатар біз сіздермен сын есімнің болымсыз түрімен таныстық. Сондықтан 6-шы тапсырма сөздерге сіз қосымшасын жалғап сөйлем құрап жазамыз. А также мы с вами познакомились с отрицательной формой прилагательного. Поэтому в 6-м тапсырма вам нужно присоединить суффиксы «сыз» либо «сіз» правильно и составить несколько предложений с данными словами. Мысалы, құнар, құнарсыз. Сөйлем, бұл жердің топырағы құнарсыз. По данному образцу вы должны правильно прибавить суффикс, затем составить несколько предложений и записать его в тетради. Келесі, біз сіздермен оқиған мәтіннің мазмұнын түсіне білдік. Сондықтан 7-ші тапсырмада мәтінді мәнерлеп түсініп оқимыз. Ребята, мы с вами научились определить содержание прочитанного текста, поэтому в 7-м задании есть несколько текстов, которых нужно выразительно прочитать. Бірінші мәтін. Сулы орманды аймақтарда топырақ құнарлы болады. Ол жерге жаңбыр жиі жауады. Теңіз немесе көлдің суы бу болып көтеріледі. Бұдан бұлт түзіледі. Екінші мәтін. Теңіздің бетінде су жылы болады. Теңіздің ортасында су салқындай бастайды. Ол жерге күннің шуағы, сәулесі түспейді. Теңіздің түбі мүлде қараңғы болады. Балалар, тағы бір рет оқимыз. Ребята, несколько раз, еще раз самостоятельно прочитайте данный текст. Ендігі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.